Қыздар, идеальный панкейктің рецептісін табам деп ойламаппын. Мынау деген енді өте керемет шықты. Мен алдындары жасаған панкейктерім то піспей қалатын, то дұрыс шықпай күйіп кететін. Дәл осы рецептпен жасап көрген өте керемет шықты. Сіздермен де бөлісейін дедім. Ол үшін ең алдымен жұмыртқа мен қантты ыдысқа саламыз да, оны араластырып аламыз. Үстінен сұйық май мен сүтті қосамыз. Одан соң бөлек ыдысқа ұн мен разрыхлительді араластырамыз да бірнеше бөліктерге бөліп саламыз. Комок қалып қалмауы керек. Осындай қою масса пайда болады. Қызып тұрған тапада баяу отта 1-1,5 ожаудан құйып пісіріп алатын боламыз. Менде тапаның диаметрі 22 см. Осылай көпіршіктер пайда болып, тесіктер пайда болған кезде келесі бетіне аударып пісіреміз. Ең бастысы осы грамм-граммен жасасаңыздар өте күшті керемет шығады. Баяу отта пісіріңіздер, тапаларыңыз жақсы болсын. Дәл осылай әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шықты.